Сәлем достар, менің есімім Мәселхан, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай басқа арналған күзде және көктем мезгілінде киетін әдемі беретка тоқып үйренетін боламыз. Бізге беретка тоқу үшін осындай қайшы қажет, метр, маркер қажет және де ілмек қажет. Мендегі ілмек 3,5 мм өлшемді, немесе 4-ші өлшемді ілмекті алсаңыздар да болады. Және де бізге жіп қажет. Жіп кез келген жіпті алсаңыздар болады. Осындай қалыңдықта өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Менде жіп Aliza Lana Gold. Бұл бізге 100 грамм, яғни 240 метр қажет. Және де бұның құрамы 51% акрил, 49% жүн болып табылады. Біз ең әуелі осылай қолымызға жіпті сұқ саусағымызға орап, біз дөңгелек жасап алуымыз қажет. Ол үшін осы жіпті ілмекпен алып, осы жіптің астынан өткіземіз. Және бізде мына жұмыс жібін осыдан шығарып аламыз. Неке достар, бізде осындай дөңгелек пайда болу қажет. Осы дөңгелектен біз енді 8 полустолбикс накидым алатын боламыз. Ілмекке ораймыз жіпті. Біріншісі, екінші, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Санап шықсаңыздар болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына бізде кішкентай жіпті тартамыз. Барынша қаттырақ тартамыз. Жер шеңбер жабылу керек. Енді біз келесі қатарымызды сразу бастап кетеміз. Біздің бірінші, әрбір бағандар көріп тұрсыздар ғой. Осы бірінші бағаннан тоқып бастаймыз. Бағанан кірді. Осы әрбір бағаннан біз 2 реттен алып отырып, столбикс накидын тоқып шығамыз. Мен бірінші бағаннан екіншісін алып жатырмын. Екіншісі, міне, екінші бағаннан алып жатырмын. Үшіншісінен алдым 2 реттен. Неке, осы кезде достар, біздің ең бірінші басталған бағанымызда мына екеу тұр ғой. Осыдан осы біздің маркерімізді алып, белгілеп қоюымыз керек. Бұл біздің жұмыс басталған жеріміз. Енді осылай әрбір бағанан 2 реттен алып отырып, маркерге дейін тоқып келетін боламыз. Мінеки, мен екінші қатарды аяқтадым. Біз үшінші қатарға келдік. Үшінші қатарда ең бірінші бағанымызға 2 столбикс накидын тоқимыз. Келесіне біреу тоқимыз. Яғни біз бұл қатарда біріншісіне 2 столбикс накидым, келесіне біреу. Екеу, біреу арқылы тоқып шығатын боламыз. Маркерді белгілеп қоюды ұмытпаймыз. Яғни жұмыстың басталған жеріне осы маркерге дейін біз өз бетімізше тоқып келетін боламыз.
Міне мен үшінші қатардың соңына келдім. Бізде қараңыздар, үшінші қатардың соңында, яғни мынау бағанан бір ғана столбик с накидом алынып тұр, иә? Енді біз әрбір қатардан енді прибавка жасап отырамыз. Ол үшін біз осылай әрбір қатардың соңына келген кезде мына соңғы тұрған бір ғана бізде столбик с накидом тұр ғой, соған тағы да екіншісін тоқитын боламыз. Яғни біз қатарымыздың басын мына жерден емес, енді осы соңғысынан бастайтын боламыз. Әрбір қатарда бізде басталған кезде осылай бағанда екі столбик с накидом алынатын болады. Мінекей қараңыздар, екеуі алынды. Бұл енді біздің бағамыз келесі төртінші қатарымыз басталғандығы. Осы маркерімізді алып, біз енді осы жерге қоятын боламыз. Яғни, мына екеуінің ортасына кіргіземіз. Келесі осылай жалғастырып кете береміз. Яғни бізде келесі төртінші қатарда, яғни мына жерде бізде біріншіден 2 рет алынды, иә? Енді біз келесінде мына бағанан бір рет, яғни келесі бағанан 2 рет аламыз. Яғни әрбір екеуден кейін үшіншісінде 2 столбик с накидом тоқылатын болады. Бір рет алынды, міне. Келесі бағанан да бір рет аламыз. Келесінен 2 рет аламыз. Бір рет аламыз, мінекей. Тағы да бір рет аламыз. Бір рет қана әр бағанан. Келесі бағанан 2 столбик с накидом тоқылады. Дәл осылай етіп біз осы маркерге дейін өзіміз тоқып келеміз. Достар, мен төртінші қатарымды аяқтадым. Мінекей, қараңыздар, әрбір қатарды аяқтаған кезде бізде соңғы қатарда бір рет қана тоқылған болады. Міне бір ғана столбик с накидом тұр. Осы жерге біз екіншісін тоқу арқылы прибавка жасаймыз. Бұл біздің жаңа қатарымыздың басталатын жері болады. Бізде ескеретін кететін жайт, әрбір қатарда достар, бізде жаңа қатар мынау маркер тұрған жерден емес, сол маркерге дейінгі жерге 2 рет тоқу арқылы біз жаңа қатарды бастаймыз. Енді маркерімізді осы жаңа қатары бастаған жерге қоямыз. Яғни, мына екеуінің ортасынан біз маркерімізді кіргізіп шығарамыз. Міне. Енді бізде келесі бұл 5-ші қатар болғандықтан, 5-ші қатарда біз әрбір 3 бағаннан кейін 2 реттен тоқимыз. Біріншісіне 2 рет тоқылды. Енді біз 3 бағанға 1 реттен ғана столбик с накидом тоқып шығамыз. 2, 3. Төртіншісіне енді, яғни біз прибавка столбик с накидом 2 тоқитын боламыз. Енді біз достар барлық қатарда өзіміз тоқып шығатын боламыз. Яғни бізде мына басталған қатар ол 5-ші қатар. Яғни әрбір 3 бағаннан кейін біз төртіншісіне 2 рет тоқимыз. Әрбір 3 бағаннан кейін төртіншісіне біз 2 реттен тоқып отырамыз, иә? Дәл осылай біз қалған қатардың барлығын өзіміз тоқып шығатын боламыз. Яғни бізде бірінші қатарда 8 баған тоқылды, екінші қатарда әрбір бағанан 2 реттен прибавка алып отырдық. Үшінші қатарда әрбір 1 бағанан кейін біз 2 рет тоқу, яғни біз 2 рет тоқуды прибавка деп алып жатырмын. Әрбір 1 бағанан кейін біз 2 рет тоқылды. Төртінші қатарда әрбір 2 бағанан кейін бізде 2 реттен тоқылды, иә? 5-ші қатарда әрбір 3 бағаннан кейін 2 реттен тоқылды. Келесі қатар, мысалы 6-шы қатарымызда да әрбір, мысалы 4 бағаннан кейін біз 2 реттен тоқимыз. 7-ші қатарда осылай әрбір, мысалға 5 бағаннан кейін біз 2 рет, яғни прибавка тоқып отырамыз.
осылай өздеріңізге керек қатарға дейін осылай жазып алып, осылай тоқып шықсаңыздар болады. Енді бізде өзіміздің бас өлшемімізді білу үшін біз өзіміздің өлшемімізді метрмен өлшеп аламыз. Оны 2-ге бөлеміз. Яғни мен өзімнің бас өлшемім 56, оны 2-ге бөлген кезде 28 болады. 28-ден 1-ді азайтамын, яғни 27. Менде размері 27 болғанға дейін мен дәл осы тоқылумен тоқып шығатын боламын. Достар, мен өзіме керек өлшемді тоқып алдым. Менде барлығы 17 қатар тоқылып шықты. Бұл бізде 26 сантиметр болды. Сіздерде дәл осылай өздеріңізге керек өлшемді өлшеп, сол бойынша керек қатар тоқып шығасыздар. Яғни бұдан жоғары өлшем болатын болса, тағы да бірнеше қатар қосасыздар. Енді біз келесіде дәл осы тоқыс бойынша енді осы мына біздің маркерге дейін 2 қатар тоқып шығатын боламыз. Яғни ешқандай 2 рет алу болмайды, тек қана 1 рет қана алып отыр. Әрбір мына бағандардан 1 рет алып отырып 2 қатар тоқып шығамыз. Мен 2 қатарымды тоқып шықтым. Сіздерде де осылай тоқыған кезде береткаларыңыз үстіне қарай көтерілу керек. Енді мен барлық осылай бағандарымды санап шықтым. Менде барлығы 144 баған шықты. Яғни осы 144-ті 12 бөлікке бөлеміз. Сонда менде 12-ден тиді. Яғни 12 бөлікке бөлген кезде мен әрбір 12 бағаннан кейін осылай маркерлермен белгілеп шықтым. Сіздерде осылай өздеріңіздің береткаларыңыздың барлық бағандарын санап, оны 12-ге бөліп, осылай маркермен сіздерде белгілеп шығыңыздар. Егер сіздерде осындай маркер болмаса, осылай басқа түсті жіппен белгілеп шықсаңыздар болады. Енді біз береткамызды осылай үстіне қарай тоқып, яғни өлшемін қысқартатын боламыз. Ол үшін біз мына барлық қатарлардың барлығын біз полустолбик с накидамен тоқыдық. Енді қалғандарын біз столбик без накидамен тоқитын боламыз. Яғни әрбір маркер тұрған жерді біз қосып тоқып қысқартатын боламыз. Ол үшін маркерімізді аламыз. Осы маркер тұрған жерді біз қосамыз. Яғни мына 2 бағанды бір-біріне қосып тоқитын боламыз. Бірінші бағаннан өткіземіз. Екінші бағаннан астынан өткіземіз. Бізде мені ілмекте 3 жіп пайда болды. Осы 3 жіптің астынан жұмыс жібімізді шығарамыз. Осылай қосамыз. Осы жерге қайтадан маркерімізді қойып қоямыз. Өйткені келесі қатарда дәл осы қатарды біз қосып тоқуымыз керек. Қалғандарын столбик без накидамен тоқып шығамыз маркерге дейін. Маркерге келдім. Маркерімізді шешеміз. Тағы да бір көрсетейін. Бірінші баған астынан шығардым. Қасындағы бағанды да қосып аламыз. Оның да астынан шығарамын. Біздің ілмекте 3 жіп пайда болады. Осы 3 жіптен жұмыс жібін шығарамын. Яғни біз қостық 2 бағанды қосу арқылы тоқып қысқартып жатырмыз. Маркерімізді қойып қоямыз. Дәл осылай етіп өзіміз осы маркерге дейін тоқып шығамыз. Және де біз шамамен 8-9 қатар тоқып шығатын боламыз. 8-9 қатар осы, мысалы менде басталған жер осы жасыл түсті маркер болса, осы жасыл түсті маркерге дейін дәл осы тоқыспен, яғни әрбір маркерді қосып тоқып, қалғандарын столбик без накидамен тоқып, шамамен 8-9 қатар өзіміз тоқып шығатын боламыз. Достар, мен береткамды 8 қатар тоқып шықтым. Мінекей, біз алдында 12 бағанға бөлдік маркермен. Сол беттері көрініп тұр. Мына біздің қосқан жерлеріміз. Осы жерден санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Менде барлығы 8 қатар болды. Егер сіздердің бас өлшемдеріңіз осы размер
үлкен болатын болса, тағы да бірнеше қатарлар қосып, өздеріңізге туралап тоқитын боласыздар. Береткамыздың соңғы қатарларын тоқимыз. Осы маркер басталған жерден, яғни столбик без накидамен 2 қатар айналдырып тоқып шығатын боламыз. Достар, мен соңғы бағандарын тоқып жатырмын. Осымен біз береткамызды аяқтайтын боламыз. Маркерді алып, маркерден кейін де 1-2 бағанды дәл осылай тоқимыз. Осы жерден жібімізді қысқартып аламыз. Осылай шығарамыз. Шығарып, жібімізді келесі бағаның астынан шығарып аламыз. Осылай етіп біз жұмысымызды аяқтаймыз. Енді біз өзіміз мына жіптерімізді, мына жіпті және мына жіптерді астыңғы бөліккен жіптерге бір-біріне өткізу арқылы біз жасыратын боламыз. Осылай етіп жасырамыз және қалған бөліктерін кесіп тастаймыз қайшымен. Дәл осылай етіп, енді ортаңғы жіпті жасырып алатын боламыз. Сонымен біздің береткамыз толық аяқталады. Мінекей достар, біздің береткамыз аяқталды. Өте әдемі болып шықты. Баста да өте әдемі тұрады. Сіздерге көп-көп рахмет. Менімен бірге болғандарыңыз үшін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.